Сәлеметсіздер оқушылар. 57-ші сабақ. Сабағымыздың тақырыбы еңбектің пайдасы, дені саудың жаны сау бөлігі. Тірек сөздерді пайдаланып, ойыңды жеткізесің, ертегіні өз қиялымен аяқтайсың. Бірінші тапсырма қызу еңбекті сақталуға қатыс. Бір еңбек құралындағы сол құралмен жұмыс сәтінің қимыл дыбысын бейнелейміз. Суретте ара, балға, орақ, кетпен, тырны берілген. Түсініп оқы, негіздер мен шаруа ұйғыр халқының ертегісі. Ерте заманда бір падишахтың үйінде егіз ұл бала дүниеге келеді. Егіздер сымбатты жігіт болып өседі. Күндердің бір күнінде егіздердің тәбеті жоғалады. Олар не тамақ, не сусын іше алмайды. Падишах бұған қатты қайғырады. Емшілердің бірде-біреуі мұның себебін ашып айта алмайды. Балалары әкесіне басқа елге барып емделуге рұқсат сұрайды. Әкесі рұқсат береді. Егіздер жолда бір шаруаны жолықтырады. Ол кетпен мен қатқақ жерді шауып жатқан еді. Егіздер шаруаға жақындайды. Тәбет ашатын дәрі бар ма екен, айта аласыз ба? Ондай дәрі бар дейді шаруа. Бірақ менің жұмысым көп. Сендер маған көмектесіңдер. Мен сендерге ондай дәріні тауып беремін. Егіздер келісті. Шаруа кетпенін егіздерге беріп, үйіне кетеді. Қуанған егіздер кеш батқанша еңбек етті. Шаруа әйеліне үлкен қазан толы палау жаса деп тапсырады. Кешкісін шаруа егіздерді үйіне алып келеді. Олардың алдына буы бұрқыраған палауды қояды. Егіздер алдарындағы палауды бір түйірін қалдырмай жеп қояды. Ата, сіз мына палауға қандай сиқырлы дәрі қостыңыз? Палау өте дәмді болыпты деп сұрайды егіздер. Шынын айтсам, бұл палауға ешқандай дәрі қосқаным жоқ. Барлық дәрі сендерге қалдырып кеткен кетпенде болатын депті шаруа. Шаруаның ойын түсінген егіздер алдынан қайтып келеді. Аударған Ибсар Омаров, падишах, патша билеуші. Ойлан, егіздер палаудан неліктен сүйсініп жейді себебі, олар қатты жұмыс істеп еңбектенгеннен тәбеттері ашылып сүйсініп жейді. Ойыңмен бөліс. 4-ші тапсырма. Егіздер шаруаның сөзден не түсінді? Егіздер шаруаның сөзінен еңбек етсең, қимылдасаң, тәбеттің ашылатынын түсінді. Құра, ертегіні өзіңше аяқтап жаз. Шаруаның ойын түсінген егіздер ауылына қайтып келеді. Олар күніне 2 сағат қара жұмыс жасайды. Еңбек етіп, қарапайым адамдар сияқты өмір сүреді. Еңбектеген денсаулыққа пайдалы. Қорытындылар. Денсаулық еңбек сөздеріне мәтіндегі негізгі ойды анықтаймыз. Мәтіндегі негізгі ой еңбек етсең, жұмыс істеудің денсаулыққа пайдасы туралы. Бос уақытында қандай пайдалы еңбекпен шұғылданасың? Үйде тапсырма. Үйде біз бос уақытымызда анамызға көмектесеміз, иә балалар? Үй шаруасына көмектесіп, ата-анамызға. Бізде денсаулығымызға әрекет еткеннің пайдасы өте зор.